Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге осындай керемет салат жабатын боламыз. Менің көрермендерімнің өтініші бойынша өте оңай және тез жеңіл жасалады, ешқашан да атылып кетпейді. Дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер деймін. Қалғанынан мынандай салат жабатын боламыз. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Барлық көкөністерімізді осылай жақсылап тұрып, осылай губкамен әдемілеп тұрып жуып аламыз. Қаттырақ басылып, таза сумен екі жағын бұршымызды да солай жуып алайық әдемілеп жақсылап. Бізде көкөністеріміз жуылған дайын. Енді қанша екенін сіздерге айтып кетейін, себебі ертең жасаған кезде қиын болмайтындай. Осындай 4 тәтті бұрыш аламыз. Әртүрлісінен алғаным, жасаған кезде түстері әдемі болсын деп. Сосын 4 сәбіз, сосын кабачкидан 1,5 килограммдай кетеді. Мыналар 350 граммдай, мынау да 350 граммдай. Мен бір-бірден кішкене көбейтіп алдым өзіме. Енді осыларды біз қазір үкіш-терка енді бізде осыдан екі жағын кесіп алып тастадым. Енді менде мынандай не бар? Терка дейді ғой. Бүкіл ауылдың той бастарларынан түзу саттыңыз көрсетші. Қоржыннан шығатын. Әкеңіз мен көрсетші сайын. Осындай тістер бар. Болмаса, егер де болмай жатса, жай бізде андай бір корейский теркаларымыз болады, кішкене ұзындау қып тұрайды. Сонымен де жасай беруге болады. Енді бізде кабачкиді кәдік дейміз ғой, енді осының жастауынан алыңыздар. Жас болса, оның ішіндегі тұқымды алмайсыздар, қабығында ашымайсыздар. Жасы 2-3 болсын десе. Егер де бұл кішкене үлкендеу болса, қабығы қатты болады, ішіндегі семенасы өсіп кеткен болады. Сондықтан да бір басын сіздерге көрсетейін, осылай алып, осылай қабығымен бірге. Қараңыздар, бүйтіп көрсетейін сіздерге. Осылай қандай керемет болып шығады. Тағы да бір көрсетейін, сосын уақыт алмай қалғаны өзім жасай беретін боламын. Барлығын осы кабачкиларымызды осылай жасап аламыз, өткізіп аламыз. Қараңыздар, қандай керемет істеуге де, істеген жасағанда да қызық өзі. Осылай барлығын жасап аламыз ғой. Қиын емес енді, теркаларыңыз әдемі болса, барлығын осылай жасап алған кезінде бұның ішінде мынандай болып қалады. Көрдіңіздер ма? Ол жұмсақ болғандықтан мынамен өтпейді былай. Көріп тұрсыздар ма? Бұны текке қалдырмаймыз. Бұны да көресіздер қазір. Бұдан мен кішкентай ғана икра жасайтын боламын. Енді біз кабачкиміз болдық. Бізде келесі очередьте бізде сәбізіміз. Сәбізімізді жаңағыдай ұзынан осылай өткіземіз. Енді осылай ғой, қазір асықпай өткіземін. Оны қатты екен маркөтіне. Бізде тәтті бұрыштарымыз. Көгінен бастайын, енді қызынан бастайын. Көк қайсы ма? Жасыл той кесімізді. Енді осы немізді, бұл біздің тәтті бұрыштарымыз өтпейді ғой. Сондықтан да пышақпен жіңішкелеп, маман өзі әрең тоқтап. Ұқсамаса да ұқсатып бақ дегенде анаға ұқсатамыз кішкене осылай. Жіңішке қылып, жұқа қылып, барлығын осылай ұзын етіп тұрап аламыз. Барлығын осылай етіп керемет қып тұрап алдық. Мен тәтті бұрышымызды осылай тураладым. Барлығын турап алдық. Ең соңында мен жаңа ұмытып кетіппін. Бізде осындай сарымсағымыз бар. Бір шағын, бір данасы сарымсақтың осыны алып, мындай күштен өткізіп, мынау жаңағы салатымыздың үстіне саламыз. Осындай жаңағы кабачкимізден осындай қалды бізде. Өтпеді, өйткені жұмсақ екен. Сосын мынандай сәбізіміз қалды. Енді 1-2 помидор қосып, кішкене томат қосып, осыдан әдемілеп тұрып икра жасап тастаймын. Бірақ оны сіздерге көрсетпеймін. Егер де көрем десеңіздер, келесі видеода сұрасаңыздар, міндетті түрде осындай икра жасап көрсетемін. Бірақ өзіме жабамын үйге, текке тастамаймын. Если мындай көп болып кетсе, қалып жатса, бұны тамаққа да пайдаланып жүруге болады. Мен бірақ икра жасайтын боламын. Енді дайын болды. Бізге осы салатқа бізге 2-3-4 қасықтай қант керек. Енді сіздер өздеріңіз бақылаңыздар, кейбіреу қатты тәтті жақсы көрмейді. Мен енді толтырмай 4 қасық қант салам. 2, 3, 4. Бір ас қасықпен тұз саламыз.
бір ас қасық тұз. Бұрышымызды бізде менде паприка бар. Егерде салам десеңіздер салуға болады. Толтырмай бір қасық мен паприка салдым. Мен ондай бір дәмі білмейтіндер заттарды салмаймын, сондықтан да өзім үйде бар салып жатырмын. Үйде бар заттан қара бұрыштан салам. Сіздер салам десеңіздер қызыл бұрыштан да салуға болады. Дәміне қарай. Сосын бізде мына жерде 4 қасық не? Ас қасықпен 4 қасық сұйықтаймыз. Бұл салаттардың бір жақсы жері майлы емес. Кейбіреулері майлы жақсы көріп нан батырып жеймін десеңіздер, кішкене көбірек салуға болады. Енді бізде қалып тұрған 9% уксусымыздан үлкен қасықпен, ас қасықпен 4 қасық құямыз. Қорықпаңыздар, көп құйды деп, бұның пайызы өте төмен, сондықтан да қорықпай 4 қасық құя беріңіздер. Енді осыны қолбақ киіп араластырасыздар ма, әлде қолдарыңызбен араластырасыздар ма, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қараңыздар қандай күшті. Теркадан жақсы өткен. Теркам бірақ нәзік болды, ең соңында дұрыс болмай қалып. Болса сіздерде жақсы бір терка алған дұрыс негізі. Болмай жатса кәдімгідей жай теркалармен де істей беруге болады. Дәл осы рецептпен жақсылап тұрып араластырып, 1-2 сағатқа су шыққанша қоя тұрамыз. Сосын дәмін көресіздер. Дозы аз ба, қант аз ба, несі аз, соны саласыздар. Жақсылап араластырып, бетін жауып, су шыққанша 2 сағатқа қоямыз. Кешеге мынау қалып болған кабачкиіміз, кәді дейміз ғой. Неміз, пиязымыз, 1 пияз турадым. Сосын қалып болған немізді, сәбізімізді біз қазір теркадан кәдімгі жай бүйтіп уақ-уақ көп өткізе саламыз. Себебі сәбіздеген көп піседі. Көрдіңіздер ме? Осылай бәрін ерінбей мен өткіземін міне. Сосын мен оған кішкене түр берсін деп 2 мындай балға бұрышын алдым. Үйде менде көп, қазір бағасы барлығының арзан. 2 мындай помидорымыз бар, қызанақ. Осының барлығын осыған салып, су ештеме құймайсыздар, ұзын мындай бір нелерін салып өздеріңіздің дәмдеріңізге қарай алып немізге газ плитамызға бір 20 минуттай басып қойып былғап отырып пісіріп аламыз. Су ештеме құймаңыздар. Мінекей жаңағы қалған салаттан қалған кабачкиіміз осылай өзінің суын шығарып пісіп жатыр. Мен су ештеңе қосқан жоқпын. Дәмін көрдім. Азғантай тағы тұз керек екен, тұзын салдым. Азғантай томат пастасы болса, 1 қасық томат пастасын салып жүруге болады. Мен осыны блендерден өткізіп икра жасап жүрейін десем, менің қызым мама осылай салат қып жейді дегеннен кейін, осыны да жай текке қалдырмай салат қып жаба салайын деп отырмын. Дәмі өте керемет мінекей. 20 минуттай қайнады. Енді оттың астын сөндіреміз. Банкаларымызды жуып тазартып алдық. Манағы икраммен, манағы салаттым мінекей. Бетін аштым. Салатты бетін жауып қойған кезінде арасында 1-2 рет араластырып тұруға болады. Міне қараңыздар, суы шыққан өзінің майлы емес. Біздің үлкен кісілеріміз майды жақсы көрмейді ғой негізі. Мінекей әдемі болып жатып, кәдімгідей өзі күшті болып тұр, өз мәресіне жетіп. Мынау манағы мінекей икра жасаймын деп едім. Балалар икра жасамай-ақ қойыңыз, мама салат бола берсін дегесін, мынандай қылып салат жаба салдым. Оны да қазір банкаға жабатын боламыз. Хоп. Енді бізде мінекей осылардың ішіне салатындарында бәрін стерилизация жасаймын. Ондайға қатты қараймын, сіздерге де айтам. Ертең атылып кетсе менен көрмеңіздер, осы кісінің рецептімен жасап атылып кетті деп. Бәрі стерильный болу керек. Мен басынан бастап ыстық сумен шпарить еттім мінекей. Нанда батырып қойдым, келесі салатыма керек болады. Енді қанша шығады, сіздер қазір көресіздер. Мінекей иісі дегендеріңіз енді бұрын жарат, иісі керемет, өте. Пияз да қосуға болады, құрметті көрермендер. Мынаған бір пияз қоссаңыздар да болады. Кейбіреу сарымсақ жақсы көрмейтіндер болады. Банкаларымыз жалтылдап тұр мінекей. Ас соусымен жуып, ыстық сумен шайып, уксуспен бір шайып, солай тазартып алдық. Мінекей енді бесіміне деп банкамызға салатымызды саламыз мінекей. Қараңыздар, қандай керемет. Тығыздап саламыз ба? Тығыздап саламыз. Енді біреуін ғана салып көрсетейін, себебі қазір видео ұзақ болып кетуі мүмкін. Көрермендер тағы да ұнатпайды оны. Мінекей. Мен осылай қазір бір итеріп жүрейін, сосын қалғанын барлығын салып болғасын. Осылай етіп барлығын салып аламыз. Мінекей бізде 3 осындай банка болды. Көрінбей тұрған шығар, иә? Ана жерде икраға дайындап қойғам. Енді қалған суларын мінекей үстіне құямыз, теңге бөліп.
Майы жоқ көрдіңіздер ме? Азғантай ғана май салдық. Аз болған жоқ. Мінекей, осылай етіп, үшке бөліп. Төртке де бөлуге болатын еді. Мен енді біреуінде аз болып қалатын болғанса банканы обал ғой деп жауамыз да. Қазір арғай көресіздер. Енді икрамыз салалар бір жуатта. Уақыт өткізбей, мінекей сіздермен бірге. Қазір мынаны бүйтіп банкаларымыз тоже дайын ғой. Хоп. Мына қараңыздар, түрін қараңыздар, дәмі, иісі бәрі күшті міне. Суда ештеңе де құйған жоқ бұл міне. Осыны блендермен езіп, икра қылып жасауға да болады. Егер де сіздер икра көрсетіңізші, икраны қалай жабады екен, осындайдан икра көргіңіз келеді десеңіздер, жазып кетіңіздер. Міндетті түрде жасап көрсетемін. Кеше бір көрерменім қиярды қалай жауады деп көрсеткесін, айтқасын, сұрағасын мен 1 литрлік банкаларға жаптым. Ол әлі тұр, неше 15-20 күндей болды. Мен видеоларды алдын ала түсіріп дайындап қоямын негізі. Көргілеріңіз келген видеоны комментарийге жазып кетіңіздер. Қандай рецепт көргілеріңіз келеді? Қараңыздар, қандай керемет. Қысты күндері асыққанда, бір қолдарыңыз тимей атқанда, рожке вермишель пісіріп жіберіп, соның қасына бүйтіп қоя салсаңыздар, өте керемет көрінеді. Қонақ келіп қалса да, мысалы болады ғой енді, ашып дастарханға қоя салсаңыздар, дастарханның сәні болады бір жағынан, екінші жағынан тамақ болады. Неке, осында 2 толған банк шығып тұр. Салып алып, қазір қарай тағы көресіздер. Амеке, бұндай су құйып алдық. Су міндетті түрде мұздай болу керек. Су мұздай. Неке, жаңағы салаттарымыз қараңыздар, қандай керемет екен. Дәмін көрсеңіздер, мен сыртына шықпан екен. Осыларды ортан белінен келетіндей қылып суға батырамыз. Неке, көрсете қойшы. 3 банка шықты. Мен де осындай. Одан кішкентай қалғанын мұнда сала салдым. Сосын бізде, құрметті көрермендер, манағы қалған қалдықтан, қалған жаңағы кабачкалардан жасалған салатымыз. Бұл бір қайнап тұр. Бұны бір 15 минуттан кейін ішіне алып тастаймын. Мыналарды біз жаңағы мұздайдай салған салаттарымызды бір 25-30 минуттай пісіреміз. Бірақ мынаны жеткізбей алып тастайтын боламын. Ну, тұрса да бола береді, икра болып шығады ғой, езілсе. Ал ендеше кеттік, суымызды қайнатып алып, тарсылдатып жарып жүрмеңіздер банкаларыңызды 25-30 минуттай суда пісіріп аламыз. Міне, құрметті көрермендер, 25-30 минуттай қайнатып алдық. Енді алып неке аузын жауып қойдым. Бүгін қазір орап қойсаңыздар, ертесі күнге шейін плетте или одеялға қаттырақ қылып орап бір-біріне жақындатып қоясыздар. Міне, мынау неке манағы қалғаннан істейін. Міндетті түрде жауып орап қойыңыздар.